Абай облысындағы орман өрті ауылдарға жақындап қалды. Қызыл жалыннан қорыққан тұрғындар үйлерін тастап қауіпсіз жерге қашып жатыр. Вот моя деревня, вот мой дом родной, и вот все в дыму, и вот оно все рядом. Тілсіз жау Березовка шипажайы мен ауылдың дәл іргесіне жетті. Алапат өрттен үрей ұшқан 277 тұрғын баспаналарын тастап, туған туыстарын паналап кеткен. Сондай-ақ елді мекендегі 4 түлік түгелдей қауіпсіз жерге шығарылды. Себебі екпінді желмен күш алған қызыл жалын әлі ауыздықталар емес. 2 тәулік ішінде шамамен 3000 гектар орман алқабы күлге айналды. Қазір өртті сөндіруге Астанадан және Павлодар мен Қарағанды облыстарынан қосымша 133 құтқарушы мен 26 техника көмекке келді. Оқиға орнында жедел штаб құрылды. Қазіргі таңда 700-ге жуық жеке құрам жұмылдырып жұмыс жасап жатыр. Ол төтенше жағдайлар министрлігі, қорғаныс министрлігі, экология министрлігінің өкілдері, одан басқа 120-дан астам техника жұмыс жасауда. 6 тікұшақ жұмылдырды.